әйгілі Байжігіт күйшінің Ағаш ат деген бірнеше тараудан тұратын күйлері бар. Бұл күйлердің екінші аты Жұмағұл деп аталады. Жалпы Байжігіт күйлерін ұстазым Дәулескер күйші Таласбек Әсемқұловтың өз қолынан үйрендім. Мына қазақтың күйшілік өнеріндегі ескіше шертіс әдісіменен ескіше перне басу әдісі, яғни ақсақалдардың қазіргі таңда оқыту бағдарламасында жоғалып кеткен әдіс амалдарының бәрі осы Байжігіт күйлерінен кездеседі. Қарап отырсаңыздар. Сол Байжігіттің Ағаш ат күйлерінің бір тарауын тартып берейін. Яғни бұл күйдің қысқаша аңызы, ертеде бір Жұмағұл деген шебер жігіт ағаштан ат жасап аспанда ұшып жүреді екен. Содан бұл хабар Ақпатшаның құлағына жетіп, әскер жіберіп Ақпатша Жұмағұлды ұстап алып келуді бұйырады. Әскерлер келсе Жұмағұл ағаш атымен аспанда ұшып жүреді екен. Сонымен әскерлер Жұмағұлдың жерге түсуін күтіп шидің арасында жатады. Азығы таусылып Жұмағұл жерге түскеннен кейін әскерлер бас салып ұстап алып патшаға алып жүретінді Жұмағұл айтады екен, енді ер болсаңдар мені үй ішіммен қоштасып шығуға рұқсат етіңдер деп. Сол кезде бірінші Жұмағұл өзінің әйелі Жұмабикеменен қоштасу деген күйін тартады. Екіншісі Пұшық жеңгесіменен қарындасымен қоштасуы дейді. Сол екінші тарауынан бастап тартып берейін. Жұмағұлдың Пұшық жеңгесіменен қарындасы қос ішекте кезектесіп жылайды. Сол Жұмағұлды екінші тарауын қабыл алыңыздар.
ат.